Балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз катиондарға сапалық реакциялар. Яғни біз бүгін 3-ші және 4-ші зертханалық жұмыстармен танысатын боламыз, және оны 4-ші зертханалық жұмысты өзіміз жасаймыз. Бізде бүгін литий, натрий, барий және калий иондарын анықтайтын боламыз сапалық. Және бізде мырыш катионын, темір 3+ катионын және мыс катиондарына сапалық реакция жүргіземіз. Қазір біз кейбір металдардың, яғни катиондардың жалын түстерін анықтаймыз. Яғни болған видеоматериалға мән беріп қараңыздар. Карий қосылыстары алтында күлгін түске бояйтынын көре аламыз. Кальций қосылыстарының қатысында жалын кірпіш қызыл түске боялса, барий қосылыстары жалынды, қарқынды, жасыл түске бояйды. Бірінші біз темір катионын анықтайық. Темір катионын анықтау үшін немен анықтау болады? Мына жерде қай реактивті аламыз? Жақсы, темір катионы, яғни темірдің хлориді. Қандай реактивпен анықтаймыз? Натрий сұйытқысын аламыз. Кішкентай мөлшерде аламыз. Мән беріп қараймыз. Ақ тұнбалар, сары тұнбалар. Балаларға көрсетіп жібер, қазір осының нәтижесін жазады. Жақсы. Темір катионынан OH айоны арқылы реакция қосылған кезде тұнба бөлінеді. Яғни ерімейді. Тұнбаны біз анықтадық. Жақсы. Ақұта, енді біз мырыш катионын анықтайық. Мырыш катионын анықтау үшін оны қандай реактивпен анықтауға болады? Мырыш катионын натрий карбонатымен. Натрий карбонат. Жақсы. Ал жасап көрейік. Алабы. Натрий карбонатын мырыш хлоридін бақылап тұрамыз. Не байқадың? Ақ тұнба. Яғни ақ тұнба шықты. Енді ергіштік кестесінен осы анықтап қарап көрейік. Не балалар, біз мырыш катионын анықтадық. Мырыш катионын анықтау үшін біз натрий карбонатын құйдық. Яғни карбонат айонымен бізде ерімейтін ақ тұнба пайда болды. Осылай біз мырышты анықтауымызға болады. Балалар, біз жаңа темір 3+ катионын анықтадық, мыс катионын және мырыш катионын анықтадық. Міне мынандай реактивтермен жүргіздік. Натрий гидроксиді, натрий карбонатымен. Сіздер жұмыстың барысын жазасыздар мына жерге. Химиялық реакция теңдеуін жазасыздар. Және не өзгеріс байқадыңыздар? Қандай тұнба шықты, қандай түсте болды? Осыны анықтап, осы кестені толтырасыздар.